Басқа да ақпараттар. Атыраулық тұрғын өз-өзіне қол салды. Оқиға 10 наурыз күні болған. Жанұялық кикілжіңге байланысты 102 операторына қоңырау түсе салысымен құқық бұзушы дереу қалалық полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына жеткізілді. Ашуға булыққан ол жауапты сержант бақылаусыз қалдырған уақытта асылып өлген. 52 жастағы ер азаматтың өліміне қызметтік міндетін дұрыс атқармаған полиция қызметкері кінәлі деп танылды. Бүгін Атырау қалалық номер 2 сотында жауапсыз маманға қатысты сот үкімі шықты. Облыстық соттың баспасөз хатшысының мәліметінше сотталушы өз кінәсін мойындаған. Атырау қаласының номер 2 сотының үкімімен қалалық полиция басқармасының жедел басқару орталығының сержанты Бақытжан Бекжанов Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 371 бабының 2 бөлігімен кінәлі деп танылды. Сот үкімімен ол өзінің қызметтік міндетін жауапсыз атқарып, соның салдарынан кісі өліміне жол берген үшін полиция сержантына 1,5 жылға бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды. Сот үкімі заңды күшіне енді.